Ал сүйінші құрметті достар, Алматыға Реал Мадрид келет, прикинь. Мынау арман еді ғой шынымен де. Мүмкін емес еш нәрсе жоқ, сондықтан Қайратқа көп рахмет. Бірақ бір ескерту, бір өтініш, құрметті қазақтар, ағайындар, ертең орталық стадионда шіріп Реал Мадридқа болеть етіп отырыңдар. Өтініш, ұят болады, позор боламыз. Қанша мадридист болсаңыздар да, қанша Винисиус, Мбаппенің фанаты болсаңыздар да, өз еліңнің клубына жанкүйер болу керек. Қайратқа жанкүйер болуымыз керек барлығымыз. Анау әппақ киініп отырмаңыздар ертең. Қара сары киініп барлығымыз Қайратқа қолдау көрсетейік. Бұл ерекше мүмкіндік, ерекше шанс. Барлығымыздың балалық арманымызды жүзеге асырып жатқан Қайратқа көп рахмет. Молодцы. Алға Қайрат! Биылғы футбол маусымы қазақ жанкүйерлері үшін тарихи жаңалықпен басталды. Әлеуметтік желіні шулатқан ақпарат: Қайрат футбол клубы Чемпиондар лигасында әлемнің ең атақты клубтарының бірі Реал Мадридпен кездесетін болды. Бұл жаңалықты естіген жанкүйерлер қуанышын жасыра алмады. Бірі әлеуметтік желіде пост жазып, бірі видео түсіріп, қуанышын бөлісіп жатыр. Өйткені қазақ футболының тарихында мұндай сәт сирек кездеседі. Қайрат алғаш рет әлемдік аренада футбол патшасымен бір алаңда бақ сынағалы тұр. Әрине, көпшілік Реал Мадридтің тарихы мен жетістіктерін біледі. Олар Чемпиондар лигасын ең көп жеңіп алған клуб. Құрамында Роналду, Зидан, Модрич секілді әлемдік жұлдыздар ойнаған. Бүкіл футбол сүйер қауым үшін Реал Мадрид арман командасы. Бірақ дәл осы сәтте біздің халқымызға ең үлкен міндет жүктеледі. Ол өз командамызды қолдау. Осы жайында танымал әзілкеш, халыққа жақын тұлға Марат Оралғазинда үндеу жасады. Ол өз сөзінде: егер шынымен Реал Мадрид Қазақстанға келсе, ұятқа қалмайық. Өзіміздің Қайратты қолдайық. Шетелдік жұлдыздарға қызығып, тек соларға айқайламай, өз командамызды қолдап, патриоттығымызды көрсетейік, деді. Бұл сөз көпшілікті ойландырды. Шынында да біз кейде шетелдік клубтарға еліктеп, өзіміздің командаларымызға жеткілікті қолдау көрсетпейміз. Ал нағыз жанкүйерлік дегеніміз туған еліңнің намысын қорғап жүрген жігіттерге сеніп қолдау көрсету. Қалай болғанда да бұл кездесудің өзі тарих. Қазақстандық футболдың беделі өседі, әлем бізге назар аударады. Мүмкін дәл осы матчтан кейін Еуропаның мықты клубтары біздің жігіттерге көз салып, келісімшарттар ұсынар. Ойын Алматыда өтсе, стадион жанкүйерге толары анық. Ол күні қала мерекеге айналады. Бір жағында әлемдік алып, екінші жағында біздің мақтанышымыз Қайрат. Бұл тек футбол ойын емес, бұл ел намысының сыналатын сәті. Сондықтан да әр қазақ жанкүйері осы ойында өз командасын қолдап, стадионнан да, экран алдында да Қайратқа жанкүйер болуы керек. Өйткені бұл тек спорт емес, бұл патриоттықтың белгісі. Қорытындылай келе, сіз кімге жанкүйер боласыз деген сұраққа әркім өз жүрегімен жауап береді. Бірақ бір нәрсе анық: туған жердің командасы әрқашан бірінші орында болуы тиіс. Әлемдік жұлдыздар қонақ, ал өзіміздің жігіттер біздің болашағымыз, мақтанышымыз.